Мынау атажұрттың тоқтаусыз мәлімдеме таратуына байланысты, және зерттеушілер, ерікті тілші, еріксіз тыңшысы бар кімі келсін, біз Қытайдағы қазаққа тимесең, біз тимейміз. Сен Қытайдағы қазақты қамамасаң, біз саған тимейміз. Бадыраң көз, сен тегмесең, мен тегмеймін дейтін саясат ұстанамыз дегеннен бері Қытайдағы саясат қатты жеңілдеп, қазір Қытайда қамалған қазақтардың бірсыпырасы босап, бізге жеткен ресми және бейресми ақпараттарда қазақтардың біразы аталмыш саяси лагерлерден босап, үйқамаққа қарай ауысқан. Бірақ Алматыда және Астанада пикет өткізіп жатқан кісілердің туыстары туралы осы күнге дейін хабар ошар жоқ. Сондықтан пикетшілердің өзінде ресми биліктің өкілдері немесе шын өтірік аралас ұлтшылдар Қытайдың Қазақстандағы елшіліктеріменен ымыралы келіссөз жүргізуге шақырамын. Егер Қытай тарапы олардың туыстарын босатса, олар да пикетін тоқтатып қойсын. Себебі біздің мақсат Қытай империясымен алысу емес. Біздің мақсат Қытайдың империясын құлатайық, немесе Қытайдан ата-бабамыздың жерін тартып алайық дегендік емес. Ол жер Біріккен ұлттар ұйымында мойындалып, бәленбай мемлекеттер қолын қойып, Қазақстан мен Қытай қолын қойып, қазіргі ертеңгі емес, қазіргі Қытай Халық Республикасына тәуелді деп қойды ма, біз ол шекара сызығының жаңа ары бері ауысқанын қаламаймыз. Себебі аз қазақ жұмыртқаны тас құрса да, тасты жұмыртқа құрса да, жұмыртқа сынады. Сондықтан пикетші апалар, егер Нұр Отандағы шын өтірігі бар ұлтшылдар, немесе фейк ұлтшылдары бар, кім болсын, араға жеңгетай салып, елшілікпен сөйлесіп, егер шынында да олар, егер сендер туысымызды босатсаң, біз тоқтаймыз дейтін ымыраға келетіндей мүмкіндігі болса, ымыраға келу арқылы қамаудағы туыстарын босатып алғаны абзал-ақ. Ал егер Қытай ымыраға келмесе, күресті жалғастырудан басқа шарамыз жоқ. Оларға да сол, оларға туысының амандығы керек, бізге тұтас қазақтың амандығы керек. Ал Қытай билігіне бұл арада Қытайдың Алматыдағы, жалпы Қазақстандағы жалдамалы иттеріне осы видеомыз арқылы сәлем жолдаймыз. Біздің сәлемімізді сауатты түрде аударып қожайындарға жеткізіңдер. Біз Қытай мемлекетімен алысайық деген ойымыз жоқ. Алматыдағы пикетші апалардың туыстарын босатсын, Алтынай Арасанның күйеуін жіберсін. Міне олар жас үйленген жастар, міне орталарында бала да жоқ. Жас үйленген жастарды әйелін Қазақстанда, Қазақстанның азаматы күйеуін Қытайда қамап жібермей, Қытай не жақсылыққа жеттің? Әлемдік медианы жаздық, шулаттық, көтердік. Содан Қытайдың бетіне абырой келді ма? Жоқ, жаман аты шықты. Қалида Ақытқан апаның 3 ұл 3 келіні 14 немересін босатыңдар, жіберіңдер. Бүгін босатсаң, ертең біз сені әйел деп айтуға дайынбыз. Сен қазаққа тиме, біз саған тимейміз. Бол, біз қанағатшылбыз. Осы сөзімді Қытайдың билігіне тағы бір мәрте аударып жеткізіңдер. Қытай қазаққа тимесе, біз Қытайға тимейміз. Басқа айтарымыз жоқ. Ал егер сендер тоқтатпасаңдар, біз әлемдік медиада Қытайдың бүкіл қылмысын ашқан күресімізді ешқашан тоқтатпаймыз. Бүкіл қазақты босат, қамаудан босат, емін-еркін араласуына рұқсат бер, жол бер, туыс-туғандарының басын қосуына жол бер, өлген қазаққа бар, Құран оқытып, топырақ салып қайтсын. Тірі қазақ той жасаса бар, құтты болсын десін. Баяғыдай емін-еркін араласып, майрағайда тайрағай болған заманды қайтадан қалпына келтірсеңдер, біздің неміз бар сендерде? Өз бастарыңа өздерің бәле тауып алдыңдар. Жатқан жыланның құйрығын бекер бастыңдар. Тимейтін, шағылмайтын қазаққа бекер тидіңдер. Қазақтардың аса сауатты жұмыс жасайтынын, қадалған жерінен қаналмай қоймайтынын, ұстаған жерде қолы, тістеген жерде тісі қалатынын бұл Қытай ұмытып қалыпты. Біз кешегі көшпендінің тұқымымыз. Біз ата-бабамыз ат үстінде өтті. Біздің қанымызда, біздің бүкіл миымызда, ми клеткамызда, бүкіл генімізде бізде тек қана күрес. Біз көшпендінің тұқымымыз. Біз кіммен соғыспадық? Айналамыздың бәрімен соғыстық. Біз көшпенді осы ұлан ғайыр даланы жайдан жай Құдай ала қой, момын қазақ деп бере қойған жоқ. Қан төгіп, қанды судай шашып отырып, жан алып, жан беріп қорғап қалған жер бұл. Оның тарихы кеше Қызыл Орыспен де, Ақ Орыспен де
Кара Кытай менен де, Кызыл Кытай менен де алышкан, Жоңгар менен де алышкан, Кызыл Басым менен де алышкан. Ол бүкіл қазақтың тарихы, мыңнан астам қазақтың батырлық жыр дастандары, эпостары бұған толық дәлел. Жер бетінде біз сияқты батырлық жыр дастандары дәуір аттаған, әр дәуіріне арналған батырлық жыр дастандары бар. Екінші халық жоқ. Еуропаңда да, Америкаңда, түркітекті халықта да біз сияқты соғысы көп халық жоқ. Сондықтан қазаққа тиісу Қытайдың үлкен қателігі, және тарихи қателігі, және мәңгілік қателігі. Егер Қытай қазаққа тимесе, біз де өстіп Қытаймен күреске шықпас едік. Екі бастан сөзіміз анық. Сондықтан біз осы сөзімізді Алматыда Қытайдың жалдамалы иттеріне айтамыз. Қожайындарыңа жеткізіңдер, әдемілеп аударып жеткізіңдер. Анау сөздік құрастырғышың бар, тазың бар, еңкішің бар, басқа соның бар. Бәрін енді әдемілеп тұрып жеткізіңдер. Қазақтарды босатсын, біз ақ қоямыз. Тіпті анау пикетші апалар, ана Тұрсын апаның күйеуін босатыңыз. Жұмадан Жарқынбектің әкесін босатыңыз. Жаңа Астанадағы келіншек бар, кім еді? Ұмытып отырмын. Естеріңізге салыңыздар, 3 баласымен тірі жесірі қалды. Күйеуін қамады, күйеуінің екінісін қамады, қайнатасын соттап тастады. Ұмытып отырмын ғой. Қарақат Әбдеш қызы. Мынау Жеңіс Сарқанның әйелімен ұлын жіберіңдер, обалды қылып, мүгедек қылып, әпірес жасап тастадыңдар. Мысалы, жіберіңдер, болды. Біз де айтамыз оларға, туыстарын жіберсе, сендерді пикетке шықпай-ақ қойыңдар деп, ақыл кеңес айтуға толық негізіміз бар. Олардың да басын арашағы болған жоқ, жайден жай мынау жазыстықта, қыс суықта, шіліңгір шілдеде, қақаған қаңтарда олардың бекерден бекер пикетшілеп жүрген жоқ, наразылық танытып жүрген жоқ. Өзінің қаны, туысы, жаны, Құдай қосқан қосағы үшін жүр. Басқа ешкім үшін жүрген жоқ. Тағы басқаны апалар ренжімеңіздер. Анау бір қарындасымыз бар, Жаркенттік қарындасымыз, тағы бір апа бар. Мына үнем аттарыңызды ұмыта берем. Сол кісілердің туыстарын жіберіңіздер. Олар бізге бұрында арызданған, басқа туыстарын да шығарып алған. Бізге келіп, жаңа туыстар туралы арыз берген, сосын туыстары босаған. Бірақ қазір тағы бір туыстары қамауда. Олар да қоя-қояды. Бір Қытай туралы айтатынымыз осы. Мына жайылым туралы ақыны беретіндігі туралы да бізге ресми, бейресми хабарлар келіп жатыр. Жайылым ақыларын, арызданған қазақтардың жайылым ақыларын беріп жатыр. Енді осыны әлі ала алмаған қазақ болса, тоқтаусыз арызданып, тоқтаусыз өздері видеоға шығып, тоқтаусыз оны ата жұртқа жіберіп беріп, тоқтаусыз біздің әлеуметтік желіде неше түрлі тілде жариялап, тоқтаусыз Қытайдың қылмысын аша беру керек. Сонда бермеске де шарасы жоқ.